Өз үйім, өлең төсегім, қазақ халқының өмірлік тәжірибесінен туған, терең мағынаға ие мақалы. Бұл мақал адамның өз үйіне деген сүйіспеншілігін, тыныштығын, еркіндігін білдіреді. Адам үшін өз үйінен артық жайлы, қауіпсіз, тыныш мекен жоқ. Бұл сөз тіркесі жай ғана баспана емес, рухани және эмоционалды тұрақтылықтың символы. Бір мақалдың мағынасы. Өз үйім, өлең төсегім деген мақал, қазақ халқының өмірге деген көзқарасын, тұрмыс салтын, отбасы мен ошақ қасындағы құндылықты бейнелейтін дана сөз. Бұл мақал адамның өз үйінде ғана шынайы тыныштықта, еркіндікте, жайлықта болатынын білдіреді. Яғни, өз үйің сен үшін ең қолайлы, ең қауіпсіз, ең қымбат мекен. 2. Сөз тіркесінің бейнелі мазмұны. Өз үйім адамның жеке кеңістігі, отбасы, баспанасы, рухани тірегі. Өлең төсегім, шұрайлы поэзия тәрізді жұмсақ, әсем, жайлы өмір сүру орны. Бұл жерде өлең сөзі тікелей поэзия емес, бейнелі мағынада көңілге қуаныш, жанға жайлылық сыйлайтын орын дегенді білдіреді. 3. Рухани мәні. Қазақ халқы көшпелі өмір салтын ұстанса да, әрдайым үйдің қадірін ерекше бағалаған. Киіз үй болса да оны таза ұстап, сәндеп, шеберлікпен жасаған. Себебі үй тек баспана емес, ол жан тыныштығы, рухани бекініс, отбасының ошағы. 4. Тәрбиелік мәні. Бұл мақал жастарға өз шаңырағына, ата-анасының үйіне, болашақта өз отбасы құрғанда сол үйге деген құрмет пен махаббатты үйретеді. Адам басқа жақта қанша байлыққа кенелсе де, өз үйінің ыстық табы мен тыныштығын басқа ештеңемен алмастыра алмайды. 5. Қоғамдық және әлеуметтік астары. Мақал қазақ қоғамында жеке кеңістіктің маңызын көрсетеді. Адам үшін жеке үйі болу тек әлеуметтік жетістік емес, рухани толыққандықтың белгісі. Бұл сөз отбасы ұғымын, тұрмыстың сапасын, ел ішіндегі адам қадірінде көрсетеді. 6. Қазіргі замандағы маңызы. Бүгінгі күнде бұл мақалдың мәні одан әрі артқан. Қалалық өмірде адам үнемі сыртқы қысымда, күйбең тіршілікте жүреді. Бірақ үйге келгенде ол өз әлеміне оралады. Сондықтан да өз үйің жан тыныштығыңның мекені, демалыс ордасы, ішкі тепе-теңдігіңнің қайнары. Қорытынды. Өз үйім, өлең төсегім деген мақал тек жай сөз емес, ол тұтас бір ұлттың өмір сүру салты мен философиясын білдіреді. Үй, бұл шаттықтың мекені, жаныңның жай табар орны, жүректің жылуына толы кеңістік. Қай жерде жүрсең де өз үйіңнің табалдырығы мен төрі әрдайым қасиетті, әрқашан ыстық.